Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, әннің тәтті оралған мән оятар. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсен менше сүй. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық. Егер жаманшылықты көп қылған болсан, баланың оқыған Құраны сені неге жеткізеді? Баланың мал табары болады, мал шашары болады. Өзің таба алмасаң, балаң мал тапсын. Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Иман парыз. Иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босамас буын керек. Тірі адамның жүректен аяулы жері бар ма? Рақымдылық, мейірбандылық, әр түрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да болса егеді. Демек, бұлар жүрексі. Асықтық та жүрексі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Адам ақылсыздығынан азбайды, ақылдының сөзін ұғып аларлық, жүректе жігер қайрат, байлаулылық жоқтығынан азады. Есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүрбізденеді. Құдайшылық жүректе, қалпынды таза сақта. Мырзаларды мақтайын десең, осы күнде анық мырза елде жоқ, мал бергіш мырзайттен көп. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдай берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып, бас ұрып алған болыстық пен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Көптің аузын күзетіп күн көре алмайсың. Жігітті жұрт мақтаған, қыз жақтаған. Жақсы дос білген сырын сыртқа жаймас. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас.